Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай керемет түрік халқының тағамдарын, шығыс халқының тағамының біреуінен алынған тағамды жасап көруіміз бар. Қазір осыны істереміз болып жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Біз мынау ең бастысы шарбы майды алдық. Міне, шарбы май, сосын бауыр, күріш алдық. Енді қазір осыны сіздермен біз жасап көруге тырысамыз. Міне мына бауырды турап алып жатырмыз. 4-5 қып турадық. Сәл майдалау қып турай беріңіз. Міне мынандай әдемі болып туралып жатыр. Міне пиязды турап жатырмыз. Пиязды орташа қып, тым майдағымай турай берсеңіз де болады. Міне осылай турап алыңыз. Мен мынау күрішті кішкене зәйтүн майын құйып турап алып жатырмыз. Екі-үштен турап алып, суын құйып беріп, суын құйып жайыққа турап алып берейік. Осы жерде тұзын, бұрышын саламыз. Енді астын жай отқа қойып, 20 минуттай күтуіміз керек. Міне мынау зәйтүн майын құйдық. Оның ішіне кішкентай тұз септік, себебі әлеуметтік желіде қыздар айтып жатыр, тұз сепсең, анау ет, бауыр жабыспайды қолған кезде деп жатыр. Сол әдісті қолданып жүрміз. Бауырды қуырып алу керек. Мұнда көп қуырмаңыз, 5-6 минут қуырып алыңыз. Міне мынау пиязын қосып қойдық. Бірге де дәмдеуіштеріміз қосыңыз. Қалаған өзіңіз ұнататын дәмдеуіштерді қосыңыз. Сөйтіп әдемілеп қуырып алыңыз. Оны ұмытпай бауыр тез піседі, сондықтан сол піскенше қуырсаңыз болды. Ең бастысы мынау шарбы май. Осы шарбы майды мен сондай жақсы көремін. Енді бұны кесуіміз керек. Мына кеселерге ыңғайлап кесіп алу керек. Біртіндеп. Міне біреу дайын болды. Міне осылай кесіп ала беріңіздер. Міне мына күрішіміз пісіпті, қараңыз. Қандай әдемі болып пісіпті. Енді мынау бауырды берейік. Бауырды да керемет болып пісіпті, қараңыз. Міне мынау піскен бауыр мен піскен күрішті екеуін әдемілеп араластырады екенбіз. Қараңыз. Осылай үйде жей берсеңіз де болады. Тамақ дайын тұр. Ең қызық жері енді келді. Қараңыз, мынау кесеге шарбы майды қойдық. Шарбы майды әдемілеп жайластырдық. Оны ластырдық. Енді осы мынау салмасын салуымыз керек. Бұл жерге сәбіз қоссаңыз да болады. Бұл жерге бұрыш қоссаңыз да болады. Қызыл, сары, көк бұрыштарыңыз болса, қоссаңыз болады. Мен ештеңе қоспадым. Осы күйінде жібердім. Сіздер қосып көріңіздер. Тәжірибе жасап көріңіздер. Енді мына шарбы майды жабуымыз керек. Міне енді осы күйінде мына жерге орналастырамыз. Мына куркумаға байланысты күріш сары болыпты әдемі. Енді бұл жерге бір
ісі қалып тұр. Мынаның ортасынан кішкентай теседі екенбіз да, ешқандай су жібереді екенбіз. Бір кішкентай қасықпен. Міне. Ішінде қатып қалмас үшін, жұмсақтау болу үшін жасалады екен. Міне қараңыз. Жеген кезде жұмсақ болады да сонда. Қатып қалмайды. Енді бізге ең жақсы жері мынау жұмыртқаны. Жұмыртқаның сарысын жағуымыз керек бұл жерге. Міне, Кавказ халықтары көп дайындайды екен бұл тағамды. Сұлтандар анау-мынау тамақ жемеген ғой Осман империясында. Ана Сүлейменнің киносын көрсеңіз, ой тамақтың еш атасын жеген ба? Бірдеген ой адам түсінбейді. Ең жақсы тамақтың бәрін дүние жүзіндегі солар жеген сияқты. Сұлтандарыңыз бар ма, хюреміңіз бар ма, бәрі. Сол сұлтандарға дайындалатын тағам екен бұл. Сондықтан жасап көріңіздер. Міне 20 минут тұрды. Мына майлары қараңыз. Шарбы майдың майы шыққан ба, астының бәрі май болыпты. Ол да дұрыс шығар. Енді мына ішін ашып көрейік. Ішінде бәрі піскен. Бірақ сонда да қандай екен көрінісін көрейік. Міне қараңыз, қандай керемет бопты. Міне осылай да дайындап жүріңіздер. Шығыс халқының тамақтары, жаңғыз қазақ халқының тамақтары ұлттық тағам емес. Шығыс халқының да басқа халықтарында тамақтарын жасап жүріңіздер. Енді ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мен бұл тамақты бұлай дайындадым, сіз бұлай дайындадыңыз деген кем кетігін айтыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.